Менің отаным Қазақстан. Бұл менің жүрегімнің ең асыл қазынасы, туған жерімнің топырағы, сайын даламның самалы. Отан дегеніміз, бұл тек жер мен ел ғана емес, бұл біздің ортақ тарихымыз, тіліміз бен мәдениетіміз, дәстүріміз бен болашағымыз. Менің отаным ұлы батырлар мен данышпан тұлғалар туған жер. Бұл елдің бай тарихы мен мәдениеті, сан ғасырлық мұралары бізді әрқашан алға ұмтылуға шабыттандырады. Біз бірлігімізді сақтай отырып, үлкен жетістіктерге жеткен халықпыз. Қазақстан кең дала мен асқар таулардың, жасыл ормандар мен шексіз шөлдердің елі. Бұл жерде табиғаттың әр алуан сұлулығы бір-бірімен үйлесім тауып ерекше көрініс береді. Отанымның болашағы біздің қолымызда. Біз елімізді көркейтіп, жаңа биіктерге жету үшін талмай еңбек етеміз. Әрбір қазақстандықтың жүрегінде өз отанын мақтан тұтар сезімі бар. Менің отаным, менің мақтанышым, менің күш-қуатым, менің шабыт көзім. Біз бірге, бірлікпен, ынтымақпен туған жеріміздің даңқын арттырып, Қазақстанның жарқын болашағын құрудамыз. Мен Қазақстанның азаматы болғанымды мақтан тұтамын және еліміздің игілігі үшін еңбек етемін. Қазақстанның табиғи қорықтары еліміздің ең асыл қазынасы. Олар жабайы табиғатты сақтап, өсімдіктер мен жануарлардың сирек түрлерін қорғауға арналған мекен. Біз өз жеріміздің табиғи сұлулығын сақтауымыз керек. Табиғатты қорғау әрбіріміздің міндетіміз. Осы тұста еліміздің ұлы ақын жазушыларын айта кеткенде жөн болар. Себебі олар біздің отанымыздың пайда болуына, дамуына зор еңбек сіңірген, есімдері тарихта алтын әріппен қалуы тиіс қоғам қайраткерлері. 25 қазан еліміздің тарихындағы маңызды оқиға. Бұл күн Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігіне тағы бір қадам жасалған күн болып табылады. Бүгінгі таңда республика күні әрбір қазақстандықтың жүрегінде мақтаныш пен қуаныш ұялататын, еліміздің тарих мен болашағы үшін маңызы зор мереке. Жаркент қаласы менің жүрегімнің ерекше мекені, менің мақтанышым. Жаркент тарихы терең, мәдениеті бай, халқымыздың рухани құндылықтарын сақтаған қасиетті мекен. Жаркент қаласының нағыз жауһары және мақтанышы Жаркент мешіті. Бұл таңғажайып сәулет туындысы тек біздің өңіріміздің емес, бүкіл еліміздің мақтанышы болып табылады. Жаркент мешіті 19 ғасырда салынған ерекше ғимарат. Ол өз заманының сәулет өнерінің үлгісі болып қана қоймай, шығыстық және жергілікті мәдениеттің үйлесімін көрсетеді. Мешіттің керемет безендірілген ою-өрнектері, айрықша архитектурасы оның қайталанбас туынды екенін көрсетеді. Қытай сәулет өнерінің элементтері мен қазақ ұлттық нақыштарының бірігуі бұл мешітті бірегей әрі көрнекті етіп тұрғызған. Мешіттің ішінде болған кез келген адам оның ерекше атмосферасын, тыныштығын және рухани күшін сезінеді. Жаркент мешіті біздің қаламыздың ғана емес, бүкіл елдің мәдени мұрасы. Оның тарихы мен әсемдігі көптеген туристер мен зерттеушілердің назарын аударып келеді. Бұл ғимарат біздің бабаларымыздың шеберлігі мен даналығының айғағы болып табылады. Менің ауылым, менің туып өскен жерім, менің мақтанышым бұл Әулиеағаш. Бұл менің жүрегімнің ең ерекше мекені, туған жерімнің қымбат бір бөлшегі. Әулиеағаш ауылы мен үшін тек мекен емес, бұл жерде менің балалық шағымның ең жақсы естеліктері сақталған. Әулиеағаш ауылының табиғаты таңғажайып сұлулыққа толы. Шайқалған жасыл даласы, мөлдір өзендері мен таза ауасы ауылдың керемет көрінісін құрайды. Мұнда әрбір ағаш, әрбір бұлақ мен үшін қымбат. Ауылдың қарапайым өмірі, жылы жүзді адамдардың қонақжайлылығы мені әрдайым шабыттандырады. Әулиеағаш ауылында орналасқан 7 ғасырлық ағаш бұл табиғаттың керемет туындысы және ауылдың нағыз мақтанышы. Бұл ағаш тарихтың тірі куәгері, ғасырлар бойы осы өңірдің символы болып келген ерекше ескерткіш. Әулиеағаш ауылының атауы да осы ежелгі ағашпен тығыз байланысты. Бұл ағаштың жасы шамамен 700 жыл. Ол талай оқиғалар мен дәуірлерді басынан өткерген. 7 ғасырлық ағаш бұл тек табиғаттың сыйы ғана емес, сонымен қатар рухани құндылықтың белгісі. Адамдар бұл ағашты ерекше құрметтеп, оның жасыл желегін қорғайды. Өйткені ол ауылдың өткені мен бүгінгі күнін, тіпті болашағын байланыстырып тұрғандай. Бұл ағаш Әулиеағаш ауылының тарихы мен мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналған. Оның беріктігі мен ұзақ өмірі ауыл тұрғындарына шабыт беріп, олардың өзіміздің ауылды қорғауға деген және дамытуға деген ынтасын арттырады. Ауылымның осы ағашымен мақтану бұл туған жерге деген шынайы сүйіспеншіліктің белгісі. жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге
жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Мектеп білімнің алтын ұясы, болашақтың бастамасы. Әулиағаш орта мектебі менің ең қымбат естеліктерімнің куәсі. Мұнда біз тек білім алып қана қоймай, өмірлік сабақтарды да үйренеміз. Ұстаздарымыздың берген әрбір сабағы мен ақыл кеңестері бізге болашаққа деген сенім мен үлкен жетістіктерге ұмтылуға күш береді. Әулиағаш орта мектебі дос табудың, жаңа жетістіктерге қол жеткізудің, армандарымызды жүзеге асырудың үлкен алаңы. Біздің мектеп тек білім ордасы ғана емес, нағыз достық, ынтымақтың, бірліктің ордасы. Бұл жерде әрбір шәкірт өз дарынын дамытып, өз арманына қанат қағады. Мен мектебімді мақтан тұтамын. Өйткені мектеп менің болашағыма жол ашты, мені биік шыңдарға жетелеп келеді. Мен Әулиағаш орта мектебінің оқушысы болғанымды мақтан тұтамын. Мектебім менің болашағымның алғашқы қадамы.